Қиыншылық келді ме, мұсылман адам күліп қарсы алу керек. Одан қашпайды мұсылман адам. Сол қиыншылықтан өту арқылы бірақ ол деңгейі көтеріледі. Бақытсыз адамдар қиыншылықтан қашатын адамдар. Абай атамыз айтады ғой, дүниеде бір кірпіш кетігін тапты, бар қалан дейді. Осы өмірде бір кетігің тұр қазір сен. Сен сол жерге барып қаланып кету керексің. Қалану үшін сен еңбекпен барасың, қиыншылықпен барасың. Білім алатын кезеңде тек қана білім алу керек. Өз басымда мынандай сәтсіздік болды менде. Кішкентай кезімнен бастап военный боламын деп айтатынмын. Алматыдағы Милицейский академия бар. Жерге мен оқуға түсіремін деп. Мен осмотр денсаулықтың бәрін өтіп келе жатырмыз. Лорға келген кезде өте алмай қалдым. Нағашым қоймайды, бұл құлақ ерунда деп қалды ол. Уайымдама, өтесің. Бұдан да хуже нәрсе өткен бұл жерден. Құдайдың құдіреті ана кісі кәдімгі алдында блоктерде өте алмаймын анадан. Жаздың күні далада тапчан бар бізде. Ағам, кейін біздің ауылдың имамы сол жердегі. Кейін сол жерде Данияр деген дос бар, ұстаз үшеуі келді. Имам Құранды жаттау, ол қарилардың қаншалықты ертең Құдайдың алдында да ата-анасының басында күннен жарық болған тәжік кигізетін жайында керемет бір насихат айтты. Сол үшеуі жақсы дауамен деп кетіп қалды. Олардың айтқан сөзі маған бірақ қатты әсер етті. Олар кеткеннен кейін анам айтамын да, анам қалай ойлайсыз? Милицияны тоқтатып, мен қари болайын дедім ғой. Анам кішкене көзден жас алып қалды. Балам деді, егер сен қари болсаң, сен сондай маман болсаң, менде арманым жоқ балам деді. Анамның да сол айтқан сөзі маған тағы да күш берді, мотивация болды маған. Құдайдың құдіреті сөйтіп келесі күн таңертең ерте жаңағы имамды салып алып, мәшінеге ағам үшеуміз Қарлыққа кеттік біз. Болды, милиция бір атымен болды. Мен оқымайтын болдым милиция. Мен кім болатын болдым? Қари болатын болдым. Қарады, өмір сондай екенде, қарады, сондай нәрсе біз білмейміз, тек қана болады көресің, бірақ адам жақсы нәрсеге ұмтыла берсе, Алла Тағала одан да жақсы нәрсе шығара береді сенің алдыңа.